Құрметті қонақтар, бүгін бізде 5 сектор жұмыс жасайды. Осы Астана мен Аполло арасындағы ойынға менің көңілім толып отыр. Себебі бұнда Астананың өзінің алдыдағы шабуылшыларымен және арттағы қорғанысымен бірлесіп дұрыстап ойнай алады. Және қателіктері де көп болып жатқан жоқ. Және төреші бұл матчта әділ төрелік беріп жатыр деп ойлаймын. Астана өте керемет, екінші таймда өте жоғары ойын көрсетеді деп ойлаймын. Сенем Астанаға, алға Астана. Бүгінгі өтіп жатқан ойынға бірінші таймға көңілім болады. Дегенмен әлде жігіттерге екінші таймда шамалы жинақлану керек сияқты. Ойында командалық түрде ойын көрсеткен дұрыс сияқты. Неғұрлым паспен, неғұрлым әуеде ойнаған дұрыс сияқты. Өйткені бізге тағы да бір гол соғып үлгеруіміз керек. Екінші таймның басында бір гол соғып үлгеріп алсақ, бізге неғұрлым жақсы болады. Және де бір айта кететіні, өз қақпамызға міндетті түрде гол жібермеуімізге тырысуымыз керек. Бүгінгі ойында әрине көңілім толады. Бірінші таймда жігіттер жақсы ойнады, жақсы ойын көрсетті. Алдыңғы ойындарға қарағанда, Динамо Загребпен ойнағанға қарағанда, бүгін қысым көп болды, моменттер де көп болды. Соның арқасында бір гол салды жігіттер. Енді екінші таймда тағы да моменттер көп болады.